Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге кеспек сорпа дайындау тәсілін көрсетемін. Шығып тұрған айға қонақ және жұмыр салып қуырып аламыз. Одан соң үстіне етімізді саламыз. Енді сиыр еті. Және қайнаған сүт құямыз. Қайнатып алған соң астын басып, шамамен 2 сағат пісіріп алуға 2-3 ас қасық су және ұн екеуін араластырып, қатты қамыр илейміз. Қолға жабыспайтындай қатты етіп илеу қажет. Осындай қатты қамырды илеп алдық. Енді оны жұқалап жаямыз. Осылай жұқалап жайып алдық. Ары қарай бір сәбіз және 3 картоп және де укроп қажет болады. Сәбізімізді және картоптарымызды сақтап тұра аламыз. Еті піскен соң картоп және морковымызды саламыз. Мінекей картоп сәбіздеріміз пісті. Енді ары қарай кеспемізді саламыз. Кеспеміз піскенше сорпамызды қайнатып аламыз. Мінекей сорпамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.